Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз жедел коронарлық синдром. Жалпы жедел коронарлы синдром дегеніміз бұл миокард инфарктісі немесе тұрақсыз стенокардия туралы күдік тудыратын кез келген клиникалық белгілерді айтады. Жалпы жедел коронарлық синдромның негізгі үш патологияны қарастырады. Бұл тұрақсыз стенокардия, миокард инфарктісі және де кенеттен өлім. Негізгі алып келуші себептер, яғни факторлар, бұлар тұқым қуалау, қанда холестерин мөлшерінің көбеюі, қантты диабет, зиянды әдеттер, липид алмасуының бұзылуы, артериялық гипертензия, анамнезінде ерте жүрек тамыр аурулары болған жағдайда, және де стресстік, осы майлы тағамды көп тұтынған жағдайда, белсенді қозғалыстың аз болған жағдайда осы патология дамуы мүмкін. Бұлардың жалпы патогенезінде қан тамырда холестериннің атеросклероздық бляшканың түзілуімен пайда болады. Бұл жерде қан тамырларда атеросклерозы бляшка қалай пайда болды деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жерде жалпы осы этиологиясында жаңағы холестерин мөлшерінің көбеюі деген түсінік қалыптасты. Жалпы холестерин бізде қалыпты жағдайда 2,8-5,2 миллимоль на литр. Егер де осы 5,2-ден көбейген жағдайда холестерин мөлшері көбейіп, бұл артық мөлшер холестериндер қанға кетіп, бұл жерде атеросклероздық бляшкалар пайда болады. Бұл негізгі, бұл бляшкалар жалпы тұрақты стенокардияға тән, яғни бұл жерде жүрек аймағында ауырсыну сипаты болады. Осы жердегі жаңағы бляшкалар өсе келе, бұл жерде жаңа қан тамырдың ішінде жарылыс болады. Яғни бұл жарылыс артериялық қан қысымы жоғарылаған жағдайда, яғни гипертензия болған жағдайда, бұл жерде қан тамыр жарылып кетеді. Сосын бұл жерде жаңағы эрозия мен некрозға ұшырайды, соның әсеріне эндотелий қабатының зақымдалуы жүреді. Сосын тромбоциттер белсеніп, адгезия агрегациясы болып, коагуляционный каскад болады. Сосын бұл жерде жаңағы окклюзия болады, яғни окклюзия дегеніміз бұл жалпы қалыпты да ашық қан тамырдың патология кезінде осы қан тамырдың жабылып, бітеліп қалуын айтады. Окклюзияның өзін екі топқа бөліп қарастырады, яғни толық жабылмауы және толық жабылу. Яғни толық емес толық. Толық емес окклюзия бұл негізі тұрақсыз стенокардияға тән. Ал толық жабылу бұл некроз болып, жаңағы миокард инфарктісі дамиды. Егер жаңағы осы тәж артерияларында тромб ең маңызды бөлігінде орналасса, яғни жаңағы эрозия, яғни қан тамыры бляшкалары жарылды дедік қой, сол тәж артерияларында ең маңызды бөлігінде жарылған жағдайда, онда кенеттен өлім болады. Яғни үшінші осы патогенезі үшінші кенеттен өлім болады. Тұрақсыз стенокардияның жіктелуі бұл Браун-Вальд бойынша, яғни 2000 жылғы құрылған осы класстар бойынша қарастырылады, яғни бұл үш классы болады. Бірінші классында бұл алғаш пайда болған стенокардия, яғни 2 айдан аз аралықта, және де ауыр стенокардия немесе үдемелі стенокардия осы соңғы 2 ай аралығында, осы тыныштық жағдайда ангиноз ұстамалар болмағанда. Яғни бірінші класты біз алғаш пайда болған класс деп қарастырыламыз. Ал екінші классы жеделдеу стенокардия, бұл 48 сағаттан 1 ай аралығында тыныштық жағдайда стенокардия ұстамалар болған жағдайда. Үшінші класс бұл жедел стенокардия, яғни осы 48 сағат аралығында 1 рет ангинозды ұстама болған жағдайда. Сосын бұлардың класс бойынша, яғни А, Б, С классы деп қарастырылады. А классы бұл екіншілік тұрақсыз стенокардия, екіншілік қоздыратын факторлар, яғни анемия, инфекционды аурулар, тиреотоксикоз салдарынан. Ал Б классы бұл тұрақсыз осы стенокардияның әсерінен, ал С классы постинфарктті стенокардия, яғни миокард инфарктісінен кейінгі 2 аптадан аз уақыт өткенде осы С классы пайда болады. Клиникалық көрінісінде жалпы жүрек аймағында ауырсыну және де осы таралу аймағы, яғни иррадиация дейміз, бұл сол қолға, кей жағдайда оң қолға беріледі. Сосын ентігу, тершеңдік, өлім қаупі болуы мүмкін. Жалпы осы тұрақты стенокардиядан айырмашылығы, яғни осы тұрақсыз стенокардияның бұл жерде тыныш күйде болса да басылмайды, және де нитроглицеринге әсері болмайды. Бұл жерде аз симптомды формасы егде жастағы адамдар ауырады. Сосын қант диабетінің жаңағы екінші типтегі науқастарда осы аз симптом көрінеді. Қосымша тексеру әдістерінде жалпы ЭКГ қарастырылады. ЭКГ-ның бұл жерде
тішесінің элевациясы көрінеді 2 мм-ге дейінгі. Сосын бұл жерде жаңа клиникалық белгілеріне қарай, ЭКГ, тропонинге қарай осы тұрақсыз және де тішесінің көтерілуін, түсуі деген сияқты клиникалық көріністерін қарайды. Оған мысалға клиникалық көріністері ОКС, яғни осы жедел коронарлы синдром белгілері бар жағдайда, ЭКГ-де ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда, яғни тішелерін көтеріліп төмен түсуі деген сияқты ешқандай қалыпты жағдайда болғанда, және тропонин плюс болған жағдайда миокард инфарктісі тішесінің көтерілуінсіз болады. Ал клиникалық көрінісінде положительный болған жағдайда, ЭКГ-де ешқандай өзгеріс, және де тропонин отрицательный болған жағдайда тұрақсыз стенокардия болады. Ал клиникасы ОКС положительный, ЭКГ-де тоже осындай элевациясы, яғни тішесінің көтерілуі болған жағдайда, бұл жерде ешқандай тропониннің бар жоғын анықтамай-ақ миокард инфарктісі тішесінің көтерілуі деген диагнозды қоя аламыз. Бұл жерде тропонин деп отырғанымыз бұл спецификалық маркер, яғни кардиомиоцитті маркері. Бұл тропонин жалпы осы положительный болған жағдайда, яғни инфаркт басталғасын 3-4 сағаттан кейін осы нормадан көбейіп кетеді. Ал оның қалыпқа келуі 10-14 күннен кейін болуы мүмкін. Және де басында мысалы науқас түскен уақытта бірінші осы тропонинге тест алады. Егер де басында отрицательный болған жағдайда қайтадан 6 сағаттан кейін қарайды. Егер де 6 сағаттан кейін тоже отрицательный болса, онда тұрақсыз стенокардия деген диагноз қояды. Ал 6 сағаттан кейін положительный болған жағдайда миокард инфарктісі қойылады. Содан кейін тағы ол 6 сағаттан кейін, содан кейін тағы 6 сағаттан кейін қарау керек, яғни 2-3 рет тағы бір тексеру керек. Себебі егер де күмән тудыратын жағдайлар болған жағдайда жағы қайтадан 6 сағаттан кейін тест алады. Сосын бұл жерде осы тропонин егер де положительный болған жағдайда инфаркт миокарда деген диагнозды қоюымызға болады. Сосын еміне келетін болса, жалпы сегменті тұрақты көтерілген жағдайда бұл жерде тромболизис пен ангиопластика қолданады. Тромболизис бұл екі жағдайда да таңдау болуы мүмкін, яғни тромболизис бұл 20 минуттан жағы көп болатын болса, 2 сағаттан артық болатын болса, тромболизис, яғни ангиографияға дейін 2 сағаттан кейін жеткізілсе, тромболизис болады. Ал ангиопластикаға бұл 20 уақытқа дейін, яғни 2 сағатқа дейін жеткізілетін болса, онда ангиопластика қолданады. Ал сегменті көтерілмесе, яғни тұрақсыз стенокардия болғанда антиагреганттық препараттар, яғни аспиринді, ацетилсалицил қышқылын, нитраттарды, гепариндерді, бета-адреноблокатор препараттарын қолданады. Жалпы бұл емінде тәж артериялардың өткізгіштігін жақсарту үшін бұл жерде барлығына бірдей ацетилсалицил қышқылын, яғни антиагрегантты препаратты, аспиринді 300 мг және де тикогрелор деп аталатын препаратты бірге қосып береді. Сосын екінші әдісі бұл ангиография терапиясы болып табылады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік, оқуда жемісті болыңыздар. Және де соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.